Әулие-ата жастары 2022-35 жасқа дейінгі жастарға арналған бағдарламаға қатысу үшін 20 шілдеде басталатын. Біз қай сайтта қалай өтінім береміз және қандай құжаттар қажет, біздің әрбір қадамымыз қалай болу керек, сол туралы ақпарат осы видеода айтылатын болады. Сұрақтарыңыз болса комментарийға қалдырыңыздар, информация қажетті болса каналға жазылыңыздар. Себебі бағдарлама туралы информациялар осы каналда болады. Сайт e-jambul.kz деп аталады. Біз бұл сайтқа кіру үшін бізде электронды цифрлы қолтаңба болу керек. ECP-міз арқылы жеке кабинетімізге кіреміз. Сізде e-jambul электронды порталының главный страницасы ашылады, яғни басты беті ашылады. Біз бұл сайтқа кіргеннен кейін басты бетте тұрғын үй, коммуналдық шаруашылық қызмет саласы бар. Басамыз. Сізде мені көріп тұрсыз. Шығып тұр бірден Жамбыл облысының жастарына жеңілдікпен несие беруге арналған әулие-ата жастары бағдарламасы. Үстін басамыз. Сізде бірден бағдарламаның шарттары шығады. Қандай құжаттар тапсыру керек, бағдарламаның талабы қандай және сіздің балыңыз қалай есептелінеді. Яғни қатысушыларды іріктеу тәртібі қалай жүргізіледі. Барлық ақпарат толық сайтта берілген, әрбір қайсысы жеке-жеке түсіндірілген. Сіз сайтқа кіргеннен кейін оң жақ жоғарғы бұрышында өтініш беру деген жасыл кнопка тұр. Бұл өтініш беру 20 шілдеден бастап актуальны болады, белсенді болады. Және бағдарламаға кімдер қатыса алады? Денсаулық сақтау, білім беру, мәдениет, спорт және журналистика саласында қызмет жасайтын мамандар және Жамбыл облысы бойынша мына аудандардың тізімі берілген. Осы аудандарда соңғы 2 жыл көлемінде тұрақты тіркеуіңіз болса, прописка деп айтамыз, пропискаңыз болса және осы жұмыс салаларында соңғы 1 жылда еңбек өтіліңіз бар болса, сіз бағдарламаға қатыса аласыз. Жасыңыз 35-ке толмаған болса. Бағдарламаның шарттары қандай? Қазір кіріп оқысаңыздар болады. Бағдарламаның шарттарын бассаңыздар, сізде міне толық ақпарат тұр. Қатысу үшін сіз жаңа айтып өткенде жұмыс саласында 1 жыл еңбек өтіліңіз болу керек, тұрақты тіркеуіңіз болу керек. Бұл бағдарламаның негізгі шарты: сіз 13 миллионға дейінгі бағасы, яғни 13 миллионға дейін бағаланған үйді ала аласыз. Сізге 5% қарыз 5% көрсеткішпенен береді кредитті. Және сіз бұл үйдің 5%-тен жоғарғы, яғни мысалы 13 миллионға үй алатын болсақ, оның 5%-ы 650 мың. 650 мыңнан көп суммада отбасы банктың депозитінде сізде счетта ақша болуы керек. 5%-дан кем болмауы керек. Егер сіз 10 миллионның үйін тапсаңыз, жаңа немесе вторичное жилье дейді, екінші деңгейлі үйді тапсаңыз да, сіз бағдарламаға, сізге бұл бағдарламадан өтіп жолдама беріліп жатса, сіз 13 миллионға дейін тұратын үйді ала аласыз. Егер бір бөлмелі үйді 5-6 миллионға табатын болсаңыз, оның 5%-нен сіздің счетыңызда жатуы керек, отбасы банктегі депозитіңізде. Есептеңіз, мысалы 7 миллионның үйінің 10%, 700 мың, оның 5%-тен жоғарысы, яғни 350 мыңнан жоғары қарай депозитіңізде ақша болуы керек. Және сізге кредит несие беру жылының ұзақтығы 19 жылға дейін ала аласыз және бірінші және екінші деңгейлі үйлерді таңдай аласыз. Бағдарламаның негізгі шарттары осы. Жеңілдетілген несиелендіру бойынша тұрғын үй бағдарламасының талаптарына тоқталатын болсақ, бұл жерде сіздің жасыңыз 35-ке толмаған болуы тиіс және сіздің және жұбайыңыздың, балаларыңыздың атында 5 жыл көлемінде Қазақстан Республикасы бойынша ешқандай да жылжымайтын мүлік тіркелмеген болу керек. Бұл анықтаманы сіз ЕГОП жүйесінен алып, сол күні тіркейтін боласыз құжат тапсырған кезде. Және белгіленген жұмыс салалары бойынша жұмыс істеу керек. Сіз жоғарыда айтып өткен денсаулық, білім беру, мәдениет саласы, тағы да басқа салалар бойынша. Және отбасы банкте міндетті түрде сізде депозит болу керек.
және сіз 2 жыл көлемінде Жамбыл облысының аудандарында немесе қалада тұрақты тіркеуде болуға міндеттісіз. Сіз әрбір құжаттың сканерленген вариантын саласыз. Өтінім беретін кезде барлығын түгелдеп тіркейсіз, содан кейін барып өтінім бересіз. Сіздің барлық құжаттарыңыз тексеріледі. Өтінім қабылдап біткеннен кейін 30 күннің ішіне құжаттарыңыз тексеріледі. Кім жоғары балл алады, сол бағдарламаның шарттарына сәйкес келеді. Сол кісілерге жолдама беріледі. Бағдарламаға қалай құжат тапсыру керек, қандай талаптары бар, барлығын осы жерден көрсеңіздер болады. Қандай құжаттар тапсырамыз, тізімге тоқталатын болсақ, барлық құжатыңыздың сканерленген вариантын тапсырасыз. Сіз өзіңіздің өтінім, яғни бағдарламаға қатысуға өтініш кімнің атынан беріліп жатыр. Сол кісінің жеке куәлігінің оригиналын сканерлеп саласыз. Және неке отбасыңыз бар болса, некеге тұрғандығыңыз туралы куәліктің, балаларыңыз болса, әрбір балаңыздың туу туралы куәлігін жеке сканерлеп саласыз. Және Қазақстан Республикасы бойынша жылжымайтын мүлкі жоқ отбасының әрбір мүшесіне аласыз. Анықтаманы егов.kz-тен аласыз. Бұл анықтаманың уақыты 1 күнге ғана жарамды, яғни сол өтінімді беретін күні ғана аласыз. Оны да электронды түрде тіркейсіз. Және сіздің жұмыс істейтіндігіңізді дәлелдейтін сіздің жұмыс орныңыздан анықтама беріледі. Яғни әрбір ұйымның өзінің фирмалық бланкісі болады. Соған исходящий деп айтамыз ғой, шығыс номері, сіздің қандай қызметте жұмыс істейтініңіз және қай уақыттан бастап бұл лауазымды атқаратындығыңыз барлығы анықтамада толық көрінуі керек. Және ұйым басшысының қолымен мөрі міндетті түрде. Бұл жұмыс орнынан анықтаманы да сканерлеп саласыз. Ал егер журналистика саласында жұмыс істейтін болсаңыз, бұқаралық ақпарат құралдарында есепке қою туралы куәлігіңізді саласыз. Және отбасы банкте депозиті бар деген есеп счетыңызды дәлелдейтін электронды тұрғыда QR коды бар, яғни анықтаманың астыңғы жағында QR коды бар. Депозитіңіздің бар екендігін дәлелдейтін справканы тоже ілесіз. Және сіздің балдарыңыз, яғни бағдарламаға қатысып, нәтижесіне қалай кім шығатындығы барлығы балдық жүйемен есептеледі. Оның барлығын бағдарламаға құжат қабылдау аяқталғаннан кейін 30 күннің ішінде белгілі болады. 30 күн тексеріледі. Мына жерден жеңілдетілген несиелендіру бағдарламасына қатысу үшін қатысушыларды іріктеу тәртібі, яғни сіздің еңбек өтіліңіз, отбасын құрған жылдарыңыз және бала саны барлығы балл болып есептелінеді. Қараңыз, заңды некеде тұрған жылыңыз 2 жылға дейін болса, сізге 1 ұпай қойылады. Ал егер жұмыс өтіліңіз 3 жылдан 5 жылға дейін болса, еңбек өтіліңіз стажыңыз 2 ұпай қосылады. Бала саны 3-тен 4-ке дейін бала саны болса, онда сізге 2 деген балл қосылады. Бұның барлығы балдық жүйемен есептелінеді. Қараңыз, міне Жамбыл облысы аумағындағы денсаулық сақтау, білім беру, мәдениет, спорт саласы, журналистика саласы бойынша жұмыс атқаратын 35 жасқа дейінгі жастар қатыса алады деп тұр. Өтінімді электронды түрде бересіз. Осы сайтта барлық құжаттарыңызды электронды түрде тіркейсіз. Скан вариантын салып шығасыз. Анық және нақты шарт талаптарына сәйкес болуы керек. Барлық құжатты тіркеп біткеннен кейін электронды цифрлық қолтаңбаңыздың 2-ші ключменен қол қою арқылы сіз өтінімді жібере аласыз. Және өтініш қабылданып жатқан уақыттарда сіз өзіңіздің өтінішіңізді өзгерте аласыз және қатысудан бас тартып, аннулировать етіп жоя аласыз. Сонымен Әулие-Ата жастары 2022 бағдарламасына қатысу e-жамбыл.kz сайты арқылы жүзеге асырылады. Бұл бағдарлама 20 шілдеден басталады. Және уақытына сәйкес кімнің балы бірдей болып тұр, әрбір қатысушының балы есептеледі. Балдық жүйеге сәйкес, егер сіз бағдарламаның талаптарына сай келіп
балыңыз жоғары болып жатса, сіздің көрсеткен электронды почтаңызға жолдама келеді. Жолдаманы алғаннан кейін қарап отырасыз, бағдарламаның результаты шығып жатқан кезде. Жолдаманы алғаннан кейін сіз 10 жұмыс күні ішінде отбасы банктың өзіңізге жақын ыңғайлы бір бөлімшесіне, филиалына барасыз. Банк сіздің бағдарламаның шарттарына сәйкес төлем қабілеттілігіңізді тексеретін болады. Жолдаманы және жеке куәлігіңізді алып барсаңыз тексереді. Одан кейін сізге 60 күн мүмкіндік беріледі. 60 күннің ішінде сіз өзіңіздің төлем қабілеттілігіңізді растау керексіз. Егер сіздің айлық табысыңыз жетпей жатса, сіз қасыңызға гарант деп айтады, қосымша төлеушіні алып барсаңыз болады. Және сіз осы әрбір этаптан өтсеңіз, сізге 15 жұмыс күннің ішінде сатып алу шарттарын жасасатын болады. Сіз 30 күн тексеріледі құжаттар, оның ішінде 30 күн календарлық күн емес, күнтізбелік жұмыс күнінің ішінде, 10 жұмыс күнінің ішінде жолдама сізге келгеннен кейін сіз отбасы банкіне барасыз. Сіздің төлем қабілеттілігіңізді тексереді. Одан кейін сізге 60 күнтізбелік күн ішінде сіз первичный или вторичный деп айтамыз, үйді табу керексіз. Сіз бұл бағдарламаның негізгі талаптарының бірі, бағдарламаға қатысушы үйді өзі табады. Міне бағдарлама бойынша тұрғын үй алгоритмі 6 шартпенен берілген. Бірінші құжат тапсырсаңыз, ары қарай сіз уже жолдаманы күтесіз. Бұл әрине жолдаманың келу-келмеуі сіздің жинаған балдық жүйеңізге сәйкес болады.